Француз архитекторы Поль Гурдені Алматы қаласының тарихи орталығымен не байланыстырады? Неліктен Жаркенттегі мешіт Қытай сәулетшісі Хон Пекенің біздің күнге дейінгі сақталған жалғыз туындысы? Уәлихановтардың Сырымбет үй-жайы қайда орналасқан? Ұмыт болған есімдер мен белгісіз деректер. Қазіргі тарих пен ұлттың бет бейнесі. Осының барлығы Grand Buildings бағдарламасында. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз: кеңес кезіндегі құрылыс, Қазақ КСР үкіметінің ғимараты қалай салынды, тарих тұнған достық үйі, оқушылар сарайы, Владимир Кимнің жауһары. Алматы Қазақстанның ерекше қаласы. Мұнда өткен ғасырда салынған алып ғимарат пен аласа ағаш үйлердің үйлесімін көре аласыз. Мегаполистің көп бөлігі жаңарып келе жатса да, кеңес кезеңінен қалған ғимараттар маңыздылығын жойған жоқ. Әрі Қазақ КСР-ның бұрынғы астанасына қайталанбас көрініс беріп тұр. Дегенмен 1927 жылы елорданы Қызылордадан Алматыға ауыстырар кезде қала бұл шешімге дайын емес еді. Сол жылдары кеңес үкіметінің негізі саналатын КОК орталық комитеті мен саяси басқарма қызметкерлері отыратын лайықты орында табылмайтын. Қысқа уақыт ішінде батыл шешімдер қабылдап, қарқынды түрде құрылыс жұмыстарын жүргізуге тура келді. Объявлялся всесоюзный конкурс, и в нем участвовали, как правило, жалпы кеңестік байқау жарияланып, оған мәскеулік сәулетшілер, мемлекеттің бас сәулетшілері мен петербурлықтар қатысты. 20-30 жылдардың соңындағы құрылыста алдыңғы қатардағы жобаларды негізінен мәскеуліктер және петербурлықтар жүзеге асырған. Олар үнемі сәулет өнеріне авангард пен классиканы біріктіруге құштар болады. Петербуржцев, которые всегда тяготели соединению авангарда и классики, или просто к архитектуре классики. Сол уақытта үкімет мекемесінің кешенді құрылысы ең басты жоба саналатын. Мұндай жауапты істі даңқты конструктивші Моисей Гинзбургке сеніп тапсырды. Оның тұрғызған бірінші үкімет үйінде қазір Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясы орналасқан. Аталмыш ғимарат кеңес сәулет өнері жауһарларының алғашқы жүздігіне кіреді. Алайда партия көшбасшылары бұл орында ұзақ отырмады. 30 жылдардың ортасында классикалық сәулет сәнге айналды. Шаһар орталығын, оның ішінде үкімет үйін қайта жаңғыртуға шешім қабылданды. Было несколько таких планов, эскизов. Мұндай сызбалардың, жоспарлардың бірнешеуі болды. Үшкір төбелі, күмбезділері болған, олар да сынға ұшырады. Сол кездері үкімет үйінің үлгісі кезінде қазақ тұтынушылар бірлестігі орналасқан Панфилов пен Төле би көшелерінің қиылысындағы ғимарат. На углу Панфилова и Төле би. Өткен ғасырда Алматының жеке жобалар шеберханасы қалыптасқан еді. Қызметкерлері маңызды құрылысты салу құқығына ие болу үшін мәскеулік әріптестермен белсенді түрде қарсыласты. Бұл күрестің кейбірі табысты болды. Архитекторы алматинские сделали очень интересный проект будущего дома правительства. Алматылық сәулетшілер болашақ үкімет үйі үшін қызықты жобалар ұсынды. Олар мәскеулік және ленинградтық сәулетшілермен тең дәрежеде болатын. Сондықтан жобаны анықтау кезінде бірі Петербордан, бірі жергілікті мекемеден табысталған Рубаненко мен Симоновтың жобаларын біріктіруге шешім қабылданды. Қазір біз ескі алаң немесе Астана алаңы деп аталатын екі түрлі жобаны біріктірген ғимараттың іргетасы соғысқа дейін қаланып үлгерді. Он был принят, и до войны успели заложить основу будущего здания на той площади, которую мы сейчас называем Старой площадью по привычке, или площадь Астаны. Үкімет үйінің бірінші бекітілген нұсқасында 4 қабатты, биіктігі 29 метр, алды Комсомольская көшесіне қарап тұруы тиіс еді. Алдыңғы 10 бағанадан тұратын дің маңдайшасымен, фризімен және Қазақ КСР байрағымен ерекшеленді.
Кейін жоспарға көлемді бағаналарды қосты. Жобаны жүзеге асыру өте баяу жүрді. 1941 жылы ғимараттың қазан шұңқыры ғана дайын болды. Кеңес үкіметінің тағында ұзақ жылдар отырған Сталин өмірден өткеннен кейінгі саясаттың өзгеруіне байланысты соғыстан соң құрылыс қайта жаңартылды. Жаңарту 1955 жылы қабылданған жобалау мен құрылыстағы қанағатсыздықты жою туралы қаулыға сай жүзеге асты. Там должен был быть купол на стыке корпусов, должен был быть купол, где вот актовый зал. Корпустардың қиылысқан тұсында мәжіліс залының үстінде күмбез болуы тиіс еді. Оны алып тастады. Периметр бойынша тізбекті күмбез болатын. Мәжіліс залының ішінде күмбезге ұқсатқан. Бірақ ол тек қана безендіру үшін қолданылды. Себебі күмбез жоқ еді. Ғылым академиясының ғимаратында да дәл осы жағдай қайталанды. Мұнда да күмбез болуы тиіс еді. Купол, такая надстройка, купольная часть на стыке корпусов. И тоже так же сделали с этим актовым залом. Құрылысты безендіру барынша ықшамдалып, интерьердегі ою өрнектерден бастап көркем детальдердің барлығы алынып тасталды. Қарапайымдылығына қарамастан ғимараттың салтанаттылығы сақталуы тиіс. Дәл осы мақсатты жүзеге асыруға мәжіліс залына апаратын биік мәрмәр баспалдақ көмектесті. Жарты ғасыр өтсе де мұнда еш нәрсе өзгермеген. Ғимараттың жалпы композициялық шешімі, бекзат жарықшамдар мен бірегей жиһаздар сол қалпында қалды. Тек көп қырлы мінбер мен оның жоғарғы жағында орналасқан Ленин портретінің көзін мәңгілікке жойған. Здесь проходили, вы знаете, демонстрации. Мұнда қазан төңкерісі, 1 май шеруі, 7 қараша шеруі өткен. 57 жылдан бастап коммунистік партияның орталық комитеті жоғарғы сот отырды. Партияның маңызды заңдары, шешімдері қабылданып, съездер ұйымдастырылды. Бұл біздің республикамыздың идеологиялық орталығы. Это был идеологический центр нашей республики. Ғимаратты 1972 жылы толық салып біткенін бірі білсе, бірі білмейді. Барлық қажетті бөлімдер мен комитеттерді сыйдыра алмағандықтан, қапталдағы корпустарды 2 есеге ұзартуға тура келді. Құрылыс өте ұқыпты жүргізілгендіктен, қазір қай тұсы ескі, қай тұсы жаңа екенін аңғару мүмкін емес. КСРО күйреген соң мұнда Алматы қаласының әкімдігі орналасты. Қазір Қазақ-Британ техникалық университетінің ғимараты. Дегенмен, бұрынғы үкімет үйінің саяси мансабы тоқтамады. В 1997 году мы провели здесь первую в Казахстане политическую дискотеку для молодежи. В этом здании 1997 жылы Қазақстанда тұңғыш рет жастар үшін саяси би кешін ұйымдастырдық. Ғимараттың алдына 3000 адам жиналды. Отансүйгіштік ұрандар жазылған қағаз ұшақтарды ұшырдық. Алаңға жиналған жастар Қазақстанға деген махаббаттарын үлкен плакаттарға жазды. Плакаты на больших простынях. И молодые люди, которые приходили на эту площадь, признавались в любви к Казахстану. Әрине ғимарат уақыт өткен сайын өзгереді. Заманауи әрі пайдалы бола бастайды. Бірақ кеңес кезіндегі мекеменің рухы ауада қалықтап жүргендей. Ол терезенің көне бекіткішінің жылтырақ бетінен және радиаторлық батарейлерді жасырып тұрған еспе торлардан аңғарылады. Қазақ КСР Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевтың бұрынғы жұмыс бөлмесіне кіріп, дәл осындай сезімде боласыз. Бүгінде мұнда дәрістер өтеді. Мемлекет картасы мен қазақтың әйгілі саясаткерінің тоқылған портреті ғана өткен күнді еске түсіреді. Мен бұл ғимаратқа кірген кезінде де, жұмыс істеп отырған сәтте де, ең бірінші дәл осы залда кіммен бірге жүрмін деген ой мазалайды. Бұрын осында қызмет еткен адамдар өзіммен қатар жүргендей әсер қалдырады. Мына орындыққа отырғанымда, маған дейін бұл жерде кім отырды, оның ойында не болды, қандай қызметкер еді деген сұрақтар туындайды. Ең әуелі, бұл біздің тарихымыздың ескерткіші. Мен үшін мына аспашам қарапайым бір бұйым емес, ол Қазақстанның тарихындағы маңызды адамдарды, негізгі кезеңдерді көрген аспашам. Сондықтан бұл мекен мен үшін құнды. Әсіресе Қазақстан тарихы тұрғысынан өте бағалы.
Өткен ғасырдың 60-70 жылдарындағы Қазақстанның сәулет өнерінде модернизм кең тарады. Үкімет үйі сияқты классикалық ғимараттар салынбады. Есесіне көлемді, урбанистік кейіптегі батыл әрі таңдай қақтыратын композициялық шешімдерге толы құрылыстар бой көтерді. Таяудан жаңғыртылғаны болмаса, Алматыдағы Республика сарайы кеңес модернизмінің басты ескерткіші еді. Енді бұл атақ Достық үйінің еншісінде. Ол 1972 жылы сәулетші Рүстем Сейдалиннің жобасы бойынша салынды. Осыған дейін Республика сарайын салған сәулет тобы Достық үйінің құрылысымен айналысқан. Екі ғимараттың алғашқы жоспарын қарар болсақ, көптеген ортақ дүниелерді аңғарамыз. Әсіресе шатырларының ұқсастығын байқамау мүмкін емес. Многие говорят, что это подражание японскому. Көптің айтуынша, бұл жапон сәулетшісі Кензо Тангеге еліктеу. Алайда бұл жалған. Мен авторлармен тілдестім. Олар маған қалай маңғышлаққа барғанын айтып берді. Рипинскийге бұл идея батыс өңірге барып, мазарлар кешенінің құрылысын зерттеген кезде келген. 100%. Екі қабатты ғимарат көлемі тік бұрышты. 3 павильоннан тұрып, үшеуінің де орналасуы залдың қызметімен байланысты. Көшеге қарап тұрған қапталдағы корпусқа әкімшілік жайғасқан. Бас ғимараттың бірінші қабаты кең залымен және келіссөздер жүргізуге арналған 2 бөлмесімен ерекше. Екінші қабатты алғызыл, көк және атақты дөңгелек зал алып жатыр. Конечно, национальная республика. Әлбетте, әңгіме ұлттық республика туралы болған кезде үнемі жергілікті дәстүрді қолдану идеясы бірінші кезекте тұрады. Киіз үйді тас пен бетоннан тұрғыза алмайсыз. Сондықтан мәжіліс залын жасауда дәстүрден ауытқыдық. Есесіне оны дөңгелетіп, киіз үй көлеміне ұқсаттық. Сонымен қоса, бұл өте ыңғайлы болып шықты. Міне, нәтижесінде осындай жоба пайда болды. Вот такая планировка. Ең басында Достық үйінің интерьері үшін қазіргіге қарағанда әлде қайда қазақы сарынға басымдық беруді жоспарлапты. Алтын түсті өңір жиектен киіз үйдің керегесін, қабырғадан қошқар мүйіз, таңдай, жұлдызша секілді ұлттық оюларды байқайсыз. Бұл өрнектерді дөңгелек зал мен негізгі күту залының төбесінен де көруге болатын еді. Бірақ алтын өңір жиектер сақталмаған. Дегенмен Достық үйінің мақтанышы чех хрусталінен жасалған каскадтық аспашамды өз орнынан қозғамапты. Оны 1972 жылы Алматы сәулет бюросының мақұлдауымен арнайы тапсырыс беріп дайындатқан. Аспашам ұзақ жылдар бойы жаңғыртуды қажет етпестен қызмет етуде. Жарты ғасырға жуық жарық сыйлаған шам талай тарихи сәттердің куәгері. Дәл осы жерде, осы ғимаратта тәуелсіз мемлекеттер достастығының білім жөніндегі декларациясына қол қойылды. Ол 1991 жылы 21 желтоқсанда болған еді. Содан кейін газеттерде, соның ішінде Казахстанская правда газетінің 1991 жылғы 24 желтоқсандағы санында осы тарихи сәт туралы материал жарияланды. Өткен ғасырда Достық үйі қазақ қоғамының шет мемлекеттермен достық және мәдени байланыс ғимараты деп аталған. Мына қабырғалардың арғы жағында ел тағдырын шешетін кездесулер мен келіссөздердің өткеніне күмән жоқ. Одақтас республикалардың басшылары әсемдігімен талайды тамсандыратын көгілдір және алқызыл залдарда жиі кездесетін. Бұл залдардың безендіруіндегі алқызыл және көгілдір түстен жергілікті дәстүр емес өзбек салты байқалады. Қабырғалар ғаныш материалының принципі бойынша сырылған, бірақ мұндағы ғаныш ақ гипстен жасалған өрнек. Орта ғасырлық Өзбекстанда ақ гипстен жасалған торларды түрлі түсті қабырғаның аясына орналастырған. Айналасына сәуле түскен кезде тордың арқасында шілдер сияқты суреттер пайда болып әдемі көрінеді. Сәні мен салтанаты келіскен, көздің жауын алатын интерьер әшекейлері модернизм қағидаларына сай емес. Дегенмен, сәулет өнерінің қалыптарын жіті біле бермейтіндер үшін жанға жайлы көрінеді. Бекзат кілемнің иілгіш тармақтарымен шынайдан айырмасы жоқ нәзік гүлдердің алдында сезімге берілгеннің несі айып. Айнадағы қабырға мен төбедегі өрнектерге сағаттап қарап, шебер қолының ептілігіне сүйсінуге болады.
Қазақстан егемендігін алғаннан кейін ғимарат алғашқы қызметінен ауытқыған жоқ. Мұнда әлі де мемлекет үшін маңызды саяси оқиғалар талқыланып, серіктестік жөніндегі меморандумға қол қойылады. Тек бұл міндетті тарихи орынға ие болып қалған Қазақстан Халық Ассамблеясы жүзеге асыруда. Мы с дочерью... Жарасым республикалық жастар ұйымының жиыны өткен кезде қызымыз екеуміз осында келгенбіз. Қызыммен бірге іс-шараға қатыстық, баспасөз залында отырдық. Сол кезде қызым: "Анашым, сен осы жерде жұмыс істесең жақсы болар еді" деді. Араға 2 жыл салып, Алматыға көшіп келдік. Және мені осы жерге бас сарапшы ретінде жұмысқа алды. Биыл 3-ші жыл жұмыс істеп келемін. экспертом. Я уже 3-й год здесь работаю. Достық үйінің басқа қызметкерлері секілді Раушан Исмаилова үшін бұл ғимарат тек тарихи емес, сонымен қоса рухани құндылыққа бай. Дәл осы себепті ол ғимараттың сырты және ішкі сәулетінің өзгерістеріне ерекше толғаныспен, бар ықыласпен қарайды. Ол қазір ғимараттың 1-ші қабатында орналасқан бөлмелердің бірінде жүргізіліп жатқан жаңғырту жұмыстарына жетекшілік етуде. В советское время здесь располагался кинозал. На всю стену был установлен экран, был полог. Кеңес кезінде мұнда кинозал болған. Экран бір қабырғаны толық алып тұрды. Едені еңіс, залға кеңес заманында кең тараған қызыл жұмсақ орындықтар қойылған. Уақыттың талабына сай жаңғырту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Экранды алып тастадық, еденді өзгерттік, мінбер қойдық. Бұл залда ресми кездесулер, халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциялар өтетін. Бір орында тұрып қалмаймыз. Баспасөз залымызға да жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. LED экрандар орнатып, жұмсақ орындықтарды орналастыратын подиум жасаймыз. Дегенмен залдың негізгі сәулеті сол қалпында сақталады. Подиум, на котором будут расположены кресла, но основной архитектурный фон, естественно, этого зала, он останется. Кеңес замандағы Қазақстанның сәулет өнеріне енген модернизмнің ізін басып, постмодернизмнің келгенін аңғару мүмкін емес. Постмодернизм идеясының айқын көрінісін Алматы қалалық оқушылар сарайының ғимаратынан байқауға болады. Жоба 70-ші жылдардың соңында қолға алынып, құрылыс жұмыстары 1983 жылы мәресіне жетті. Жобаны Владимир Ким жетекшілік еткен Алматы Гипрогор жобалау институтының бір топ инженерлер мен сәулетшілері жүзеге асырды. Жоғарғы инстанция назарына бір-біріне ұқсамайтын оқушылар сарайының бірнеше нұсқасы, яғни орталық кіреберісі, обсерваториясы, күмбезі және басқа да детальдері ұсынылды. Дворец школьников – это здание, которое в себе соединило. Оқушылар сарайы көп дүниені біріктірген ғимарат десем қателеспеймін. Егер оның жобасына барар болсақ, құрылымның өте күрделі екендігін байқаймыз. Корпустар өте көп, ол ерекше құрылымға негізделген. Жұлдыздар жүйесінің иірімін еске түсіреді. Галактики с центром, где находится главный корпус. Жазғы амфитеатр, картингке арналған автодром, кеме үлгілерін сынақтан өткізетін бассейн, тер мен садақ ату алаңы. Осының барлығы оқушылар сарайының аумағына кіріп, оның сәулетін арттыра түсері. Бірақ өршіл жоба қомақты қаржыны талап етті. Қажет еткен қаражатты республика бюджетінен бөле алмады. Нәтижесінде барынша қарапайым әрі қызық жобаға тоқтады. Сол кезде Владимир Кимге барлығы ақыл айтып оны сөге жөнелетін. Дөңгелек алтын түсті күмбез жергілікті өнер сыншыларының көңілінен шықпады. Ал заманауи сәулетшілер керісінше ұлттық элемент пен кеңестік постмодернизмді біріктірген сәтті туынды деп бағалады. Алыстан асқақтаған обсерватория мінбесі шығыс мұнарасының сұлбасын еске түсіреді. Анау күмбезі шағындау ғимарат обсерватория. Мұнараның биіктігі 40 метр. Күмбезге телескопты қоюдың өзі қызықты мәселе. Тәртіп бойынша телескоп бөлек жазықтықта орналасуы керек, жеке ірге таста. Бұл зерттеу кезінде қате жібермеу үшін қажет. Дегенмен бұл жобамен біздің көздегенімізді жүзеге асыру мүмкін емес. Ол кездері қарымы аз телескоптар пайдаланылған болуы керек. Сонымен қоса, олар біздің балаларымызға астрономиялық жаңалықтар тізіміне енген Галлея жұлдызының ашылуын бақылауға мүмкіндік жасады.
Оқушылар сарайы сәтті шыққан туындылардың тізіміне енген. Дегенмен сәулетші Төлеген Әбілда жоба авторының бір тұтас құрылыс ансамблін салу туралы ойы болмағанын айтады. Біріншіден, құрылыс материалдарын таңдаудағы тапшылық себеп. Ол сарайдың ішкі безендіруіне қол байлау болып, әдеттен тыс шешімдер қабылдауға мәжбүрлеген. Мысалы, мұндағы аспа шамдар жылу алмасуға арналған жез және мыс түтікшелерден құрастырылған. Мен гидромашқа барғанда олар шешуші сызбаны аяқтапты. Қарапайым патрондарды тағып, соған шамдарды бұрай салды. Аспашамның салмағы 7 тонна, бірақ ол өте әдем аспашам. Интерьерін қарар болсаңыз, расымен де жақсы өнер туындысы екеніне көзіңіз жетеді. Оқушылар сарайының құрылысы оңай жүзеге асты деуге болмайды. Сыртқы көзге өзге ғимараттардан ерекше көрінетін мекеменің жоспарын бірнеше мәрте есептеп, қайта сызуға тура келді. Әрине, қателіктен қашып құтылу мүмкін емес. Жапсырмаларды жасау кезінде пропорцияға сай келмей қалғаны есімде. Келсем, жұмысшылар барлығын істеп қойыпты. Қараймын, масқарайы. Сонда ерсі. Қысқасы, 3 рет бұздық. Жұмысшылар қайта жасауға түсіністікпен қарады. Іздену барысында детальдерді жасауда өте қызықты оқиғалар есте қалды. Было очень интересно. Қыруар еңбектің нәтижесінде концерт залына барар жолдағы қабырғаны тұтастай алып тұрған гүлді панно пайда болды. 3 жыл бұрынғы күрделі жөндеу жұмыстары кезінде жаңарып, қараған жанға көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын түске боялыпты. Біз қазір оқушылар сарайының үлкен концерт залындамыз. Бұл залдың өзіндік ерекшелігі бар. Біріншіден, ол кез келген жастағы бала сахнада не болып жатқанын анық көру үшін амфитеатр секілді салынған. Сонымен қоса, біздің әсем аспашамымызға назар аударыңыз. Біреулер мұның хай-тек стилінде жасалғанын айтады. Дегенмен, бұл кеңестік постмодернизм. Біздің оқушылар сарайының ішкі жабдықтарының стилі толық шыдауы үшін мұқияттылық қажет. Драмалық залдың аяқталған құрылысы техникалық жабдықталуы жағынан Лермонтов театрының асып түспесе кем емес. Бір ғана түйіткілді мәселе бар. Театр механизмі 4 бұрышты бөлмеге арналған. Ал мұндағы театр сарай пішініне байланысты асимметрияға сай болмай шықты. Осылайша құрал саймандарды орналастырудың балама әдісін ойлап табуға тура келді. В зрительном зале отрабатывал люверсные вот эти потолки. Мен көрермендер залында алтын жалатылған төбелерді жасап жатқан едім. Ол түгелдей қисық болды. Көрермен залы доға пішінді. Қазір барлығын компьютер анықтап береді. Алмаған сол кезде дәл өлшемін табу үшін барлығын дәптерге жазып, тангенс, катангенсін есептеу қажет болды. Жылтыр төбені таңбаланған қара металдан жасадық. Ол автомобиль бояуымен боялып күйдірілген. Төбелер де, детальдар да барлығы қолдың күшімен жасалды. Люверсы, детали, все вот это было вручную там делали. Бұл жердің тағы бір мақтанышы алтын күмбез астындағы салтанат залы. 1972 жылы оқушылар сарайының ашылуына орай Дінмұхамед Қонаев Қазақстанның әрбір облысы өз құмырасын дайындап, аталмыш мекемеге сыйға тартуды тапсырған екен. Олар осы күнге дейін сақталған. 20 жыл өткен соң дәл осы жерде Нұрсұлтан Назарбаев жұбайымен және қызымен бірге келіп, бірінші президент шыршасын өткізді. Конечно, есть немножко изменения. Әрине, күрделі жөндеуден кейін бұл залда аздаған өзгерістер бар, бірақ олар байқалмайды. Мысалы, мына таяныштар. Бұрын мұның орнында лакпен көмкерілген табиғи ағаш болатын. Барынша әдемі көрінуі үшін біз оны бояумен сырлауды жөн санадық. Аздап түрленді. Ал жабыстырмалар бұрын тегіс еді. Қазір кедір бұдыр сипатқа ие болған. Мынау төменгі қабатта орналасқан басқа зал. Бұл зал өзге залдардан өзгеше. Оны минералды және асыл тастардан қаланған сұлулығы көз қарықтырар тас еден ерекшелендіреді. Ең
Ең бастысы, қанша уақыт өтсе де, саясат түбегейлі өзгерсе де, ғимарат бұрынғыдай балаларға қызмет етуде. Бүгінде мұнда 5,5 мыңнан аса алматылық жеткіншек әртүрлі үйірмелерге қатысып, оқушылар сарайын өздерінің екінші үйлеріндей көреді. Сюда приходишь, здесь так красно. Мұнда барлығы көркем, шын ықыласпен жасалған. Әртүрлі үйірмесі бар қарапайым бір ғимаратқа келдім деп ойламайсың. Бұл жерде үйдегідей жайлылық бар. Оқушылар сарайы, армандар сарайы, бақыттың, шаттықтың, нақтырақ айтқанда, балалар қуанышының, балалар күлкісінің сарайы. Меніңше, бұдан керемет мекен жоқ. Кеңес замандағы Қазақстан сәулеті алуан түрлі және қарама-қайшылыққа толы көп қырлы әрі ерекше. Ғимараттардың құндылығы жайында пікірлер тартысы әлі күнге дейін тоқтамаса да, олар республика тарихының ажырамас бөлігі екені сөзсіз.